Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен амигуруми қуыршағының көйлегін тоқитын боламыз. Енді қараңыздар, біз алдыңғы сабақта тоқыған жерден, яғни әрі қарай жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз міне осы қатарды тоқығанбыз. Общий 12 болған. Енді міне 13-ші рядты. Яғни біз бұл жолы үстіңгі жіпті былайынан біз обычно тоқып өттік қой. Енді былайынан бұрамыз да мына қатарынан мына жағынан тоқу керек болады. Біз алдыңғы қатарда осылайынан тоқып жалғастырғанбыз. Енді бұл жолы жіпті бұрып, мына үстіңгі ілмектерден емес, мына бір жіптерден, ортасындағы яғни жіптерден алатын боламыз. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу. Яғни көйлектің етегін тоқу үшін полный осылайынан ортаңғы жібінен, яғни алып шығатын боламыз. Сол кезде қазір көйлектің етегі мына ілмектерден ары қарай жалғасатын болады. Ал әрмен қарай өздеріңіз толығымен айландырып келіңіздер, содан кейін қалай тоқылатынын көрсетемін. Мінекей айландырып тоқып алып келдім. Енді қараңыздар. Біз жаңа осылайынан тоқып алып келдік қой. Енді қайтадан бұрамыз да жіптіші и 3 бос ілмек аламыз. Даже 3 емес, 2 жетеді. 2 бос ілмек аламыз да. Мына жәндегісіне емес, келесіне бір ілмекті баған аламыз. Осы жерге тағы да бір ілмекті баған аламыз. Осы жерге прям. Сіздер ұмытпаған болсаңыздар, алдыңғы видеоны қарасаңыздар, ол жақта 28 болған, яғни біз 28-ден тоқығанбыз. Мына жерде 28, сонда біз осы жерде 28 арттырма жасауымыз керек. Яғни 28-ден 56 баған болу керек бізде. Осылайынан әр қайсысына біреуден емес, екеуден тоқып шығасыздар. Екеуден бір ілмекті бағаннан болу керек. Бұлардың уже көйлектің етегі полный ілмекті бағаннан тоқылатын болады. Ал ары қарай өздеріңіз айландырып тоқып алып келіңіздер. Қалғанын қалай тоқылатынын көрсетемін. Қараңыздар достар, 56 тоқыдық қой, 56 тоқыдық. Енді тағы да 2 бос ілмек аламыз да, одан кейін ары қарай арттырусыз бір ілмекті бағаннан айландырып 56 да 56 қылып тоқып шығамыз. Осылайынан 10 қатар тоқитын боламыз. Өздеріңіз тоқып алып келесіздер, 10 қатар 56 да 56 қылып ешқандай арттырусыз. Қалған етегін тағы да көрсетемін. Қараңыздар, 10-ші рядты мен тоқып аяқтап алып келдім. Енді 2 воздушный петля аламыз да. И каждыйна біреусіне тағы біреу тоқимыз. Сонымен 9 ряд тоқимыз. 9 рядта бір-бір арттырмадан қосамыз. Сонда бізде 56 болды ғой, каждыйсы 56-дан. Сол енді 56-дан болғанда, каждый біреуіне қосып отыратын болсақ, каждый бір рядта бір арттырмадан қосып отыратын болсақ, онда где-то 65 болады. Соңғы ряд 65-пен аяқталу керек, сонда 9-ші ряд. Ал ендеше кеттік, 9 ряд өзіміз тоқып алып келеміз. Каждый бірінші рядта осындай арттырмадан қосып отырамыз. Сонымен 9 рядты тоқып біткеннен кейін жаңағы соңғымда етегін тоқитын боламыз. Басқа түсті светпен.
Сол бізде 9-шы рядпен алдыңғы бірінші қатармен 20 болады да. И біз осында етегін басқа түсті светпен тоқитын боламыз. Достар, қараңыздар, мен өзімнің 20-шы рядымды аяқтадым. Мен санасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 міне. Соңғы ряд 20-шы. Сонымен енді біз орамалды осындай бежевый светтен ба, осындай светтен тоқитын боламыз. Сол себепті жіпті осы шеттен кесіп, розовый жіпті кіргізіп жібереміз да. Енді мына бежевый светті алып, бір осылай осылмек аламыз да. Сөгіліп кетпеш үшін. Ортасынан бастасақ та болады, артқы жақтан көрінеді. Міндетті түрде мына шеттен бастау шарт емес. Бір ілмек аламыз, кіргізіп. Біреу тастап, екіншісіне негізі мына жерде басқа крючокты ауыстыру керек, номерін кішірек. Номер 3 болса, номер 2. Осы крючокпен етегін біреу тастап, келесіне ілмекті, бір ілмекті бағаннан үшеу аламыз. Біреу бір жерге. Екеу. Біреу тастап, келесіне біріктіреміз. Біріктіру ілмегі дейін ба. Біреу тастап, келесіне бір ілмекті бағаннан үшеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу тастап, келесіне біріктіреміз. Көрдіңіздер ме? Етегін осылай айландырып, тоқып алып кетеміз. Айландырып тоқып алып келдім. Етегі осымен аяқталды. Енді көйлектің үстіңгі жағын тоқитын боламыз. Aynen kırgızıp toxu жібереміз да.
Енді көйлектің үстіңгі жағын тоқитын боламыз. Ол үшін номер 3-ші күлчекке ауысамыз да. Қараңыздар, енді мына көйлектің артқы жағынан ала берейік. Мына біз бастапқы тоқыған кезде үстіңгі ілмектер қалды ғой. Біз өйткені мына жағынан кіргізіп тоқыдық та астынан жалғастырып кеттік қой. Сол себептен енді мына үстіңгі ілмектер қалды, сол жақтан жалғастыратын боламыз. 28 болған бізде бастапқысы. Сол 28 болып қалады біреу. Осындай алып бір болып енді саналатын болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, мінекей осылай айландырып тоқып алып келеміз. Соң қалғанын көрсетемін. 28 болып аяқталды. Өздеріңіздікін санасаңыздар да солай болып шығу керек. Одан кейін осындай тағы да бірінші рет тоқыдық, тағы да 5 рет тоқимыз. 5 реттен кейін уже қысқартулар басталады. Мінекей 6 ілмексіз бағанмен тоқылатын қатарды аяқтадым. Енді қараңыздар, енді қысқартулар болады. Тағы да бір бос ілмек алып, шетте біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу алдық. Енді міне 6-ші және 7-ші қысқарту болады. Келесі тағы да біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 6-ші мен 7-шінің 6-ші мен 7-шінің басын біреу қыламыз. Қысқару болды. Осылайынан айландырып шығамыз. Одан келесі қатарды көрсетемін. 4 қысқару болды. Өткен 28 болған бізде. Сонымен соңғы қысқару ең аяғында болды. Одан кейін біз мынамен біріктіреміз да. Бір бос ілмек алып, бұл қатарды аяғына дейін ешқандай қысқартусыз сол қалпында қанша қысқару болды? 24 қалды, бізде сонда 24 болып шығу керек. 24 аяғынан 24 тоқып алып келесіздер. Қысқартусыз жасалынатын қатарды аяқтадым. Енді келесі қатар тағы бір бос ілмек алып, біреу, міне, екеу, үшеу, төртеу, 5-ші мен 6-шысына келген кезінде қысқару болады. Келесінде тағы солай, біреу, екеу, үшеу,
төртеу, төртеуді, бесіншісі мен алтыншысы тағы қысқару. Осылайынан алып келесіздерді айландырып, каждый төртеуі қысқартусыз, бесіншісі мен алтыншысы қысқару болып отырады. Қысқартылатын қатарды аяқтадық. Енді тағы да бос ілмек алып, бұл қатар енді қысқартусыз, 4 менде тағы да қысқару болды, 20 қалды. Енді бұл қатарды түгелмен 20, ешқандай өзгертусіз 20 қылып тоқып шығамыз. Қысқарусыз ілмекті, қысқарусыз тоқылатын қатарды тоқтық. Енді тағы да бос ілмек алып, бұда үшеуден кейін төртіншісі, бесіншісі қысқарып отыратын болады. Екеу, үшеу, 4 пен 5 қысқарады. Біреу, екеу, үшеу, 4 пен 5 қысқарады. Осылайынан айландырып тоқып алып келесіздер. Бұл жерде де 4 қысқарту болды. Енді қысқартусыз тоқылатын қатарды тоқимыз. Уже 16 қалды. 16 болу керек. Осылайынан тоқтырып тоқып шығасыздар, сосын кейін көрсетемін. Келесі қатар екеуден кейін болады. Қысқарту. Біреу, екеу, 3 пен 4 қысқарады. Біреу, екеу, 3 пен 4 қысқарады. Осылайынан қысқартып шығасыздар. Ал енді соңғы қатарды тоқимыз. Тағы бос бір ілмек алып, қысқартуларды аяқтадық. Сонымен қатарда бізде екеу, үшеу, төртеу, 12 қалды. Сонымен бас жағы аяқталды. Енді достар, мен өзімнің соңғы қатарымды аяқтап, денесін нығыздап тұрып, жақсылап синтефонмен салып, толтырып шықтым. Сіздер де осы денесіне аямаңыздар, прям жақсылап кіргізіп, ішкі жағы да көрдіңіздер ме, тола болсын. Сол кезде нығыз болып, денесі жақсы ұстайтын болады. Бұл бөлім бізде аяқталды. Енді келесі бөлім қолын тоқитын боламыз. Келесі бөлімде қолы мен басындағы орамалын тоқитын боламыз. Келесі бөлімде кездескенше.